Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы кемпіріне: Әй кемпір, маған тәтті бауырсақ пісіріп берсең қайтеді осы? «Әй шалау, неден пісірейін? Онда жоқ қой». Қойманың ішін қарап, қаптың түбін қырнап көрсеңші, ұн табылып қалар. Жарайды. Кемпірі қойманың ішін қарап, қаптың түбін қағып, бір уыс ұн тауып, оны елеуішпен илеп, дөңгелетіп, ыстық майға салып дөңгелек бауырсақ пісіріпті. Кемпір бауырсақты шал жейді ғой деп, оны суысын деп, терезенің алдына қойыпты. Бауырсақ терезе алдында жата жалығып, дөңгелеп жерге түсіп, үйден ары орманға қарай қашып кетеді. Жол бойымен домалап келе жатып, бауырсақ алдынан қоянды кездестіреді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, қоян, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Қаптың түбін қырнаған, бір уысын жинаған, апам майға пісірген, мен домалақ бауырсақ. Мен атадан қаштым, мен ападан қаштым, ал енді қоян, мен сенен де қашам. Осылай қашып орман ішімен дөңгелеп келе жатып, алдынан сұр қасқырды кездестіреді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, сұр қасқыр, мені жеме, мен саған әдемі ән айтып беремін. Қандай ән, ал айтшы. Қаптың түбін қырнаған, бір уысын жинаған, апам майға пісірген, мен домалақ бауырсақ. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қашып, ал енді сұр қасқыр, мен сенен де қашам. Осылай бауырсақ қасқырдан да қашып құтылып, орман ішімен домалап келе жатып, алдынан қоңыр аюға тап болады. Бауырсақ, мен сені жегім кеп тұр. Жоқ, аю, сен мені жей көрме, мен саған әдемі ән айтып беремін. Ал көрейін, тыңдап. Қаптың түбін қырнаған, бір уысын жинаған, апам майға пісірген, мен домалақ бауырсақ. Мен атадан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, ал аю, енді мен сенен қашып кетем. Осылай бауырсақ аюдан да қашып құтылып, орман ішімен домалап, жол бойымен келе жатып, алдынан түлкіні кездестіреді. Бауырсақ, домалап қайда бара жатсың? Мен сені жеймін. Жоқ, түлкі, сен мені жеме, мен саған өте әдемі ән айтып беремін. Қаптың түбін қырнаған, бір уысын жинаған, апам майға пісірген, мен домалақ бауырсақ. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен сұр қояннан қашып, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым, ал енді қу түлкі, мен сенен де қашып кетем. Тамаша ән, қандай тамаша ән. Бауырсақ, менің оң құлағым естімейтін еді. Келші, менің жаныма, мұрныма жақындап келіп, әнді айтып берші. Бауырсақ түлкінің қолығын сезбей мәз болып, түлкінің мұрнына секіріп, әнін бастайды. Қаптың түбін қырнаған. Осылай түлкі бас салып, бауырсақты жеп қояды. Балалар, үйден үлкендердің рұқсатынсыз немесе ескертуінсіз ешқашан қашып шығып кетуге болмайды.